Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Адиди. Достар, бүгін менің каналымда өте қызықты бір видео болмақ. 24 сағат подписчиктерімнің айтқанын орындаймын деген видеоға қош келдіңіздер. Ендеше осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алуды Аллам нәсіп етсін. Ендеше мен бастаймын. Кеттік. Бізде қазір сағат тура 11-ден 20 кетті. Таңғы 11-ден 20 кетті. Мен сағат 9:42 кеткенде ма, 43 кеткенде ма тұрдым. Но одан бері әлі тамақ ішкен жоқпын. Су ішіп шыға салдым үйден магазинге. Қазір енді мен тіркелушілеріммен бірге не жейтінімді ақылдасатын боламын. Әрине оны біз Telegram чатта ақылдасатын боламыз. Таңғы асқа не жейін деген нәрсені біз қазір Telegram подписчиктерімнен сұраймын. Telegram каналымды осы видеоның описаниясына қалдырамын. Міндетті түрде кіріп, Telegram чатта барлық қызықтар бар. Сол жаққа өтулеріңізді сұраймын. Менде таңғы асқа екі түрлі вариант бар. Жұмыртқа с сыром, либо картошка жұмыртқамен. Жұмыртқалы пататес немесе жұмыртқа с сыром. Осы екі варианттың біреуін қазір менің тіркелушілерім таңдайды. Телеграмнан таңдап болғаннан кейін мен сіздерге келемін. Яғни оны жасау үшін үйге барамыз, жасаймыз, сосын кейін қайтадан ораламын. Мен қолыма мән бермеңіздер, мен қолымды ауыртып алғанмын, из-за этого осылай жүрмін. Достар, жаңа көргендеріңізге мен үйге барып пісіріп келдім. Міне менде осындай в итоге тамақ шықты. Жұмыртқа сырым, вот тут сыры бар. Бисмиллах. Және нан, және алма алып алдым. И потом бір кружка су алып алдым. Мынандай стакан біз үйде бар екен, білмейді екен, өте әдемі екен. Мен осы тамағымды ішіп алайын, одан кейін ары қарай біз тамақ ішіп болғаннан кейін уақыт өткізуге, хобби ретінде мен не істеймін деп Телеграмнан сұрағам. Соған толықтай жауап беріп алсын, содан кейін жасайтын боламыз. Так. Мен оң қолым ауыр жатыр. Бізді сол қолмен. Дәмі шынымен күшті болыпты ғой. Жұмыртқа жемей керек көп болып еді. Жұмыртқа ұнамайды маған, бір сөзіңе жұмыртқа көп жемеймін. Из-за этого жемей жүрген ғой. Жеп едім, мына қалды. Сосын алма. Ішіп жеп алайын. Памятым топқа да бізде. Достар, мен таңғы асымды ішіп алдым. Ну, почти ол за обед. Яғни завтрак пен обедтің қосындысы. Ну ладно, главное іштік па. Мына тауысқанда жоқпын. Келесі мен не жасаймын деп сұрағанда, мына екі зат тастағам, оригами немесе алмазный страза деп. И басым көпшілігі алмазный стразаны 83% адам таңдапты. Сол үшін мен мына алмазный стразамды аяқтайтын боламын. Ол менікі емес, бұл сіңірімдікі, просто ол істей алмай жатыр. Оған көмек керек болып жатқандықтан. Хорошо, мен істеп берем деген. Почти что көп бөлігін бітіріп тастағам негізі. Еще мен мұны сол қолыммен істеуім керек, оң қолым ауырады, как всегда. Қазір мен мұндағы бүкіл ақ түсті құйрығын и мұртын бітіріп тастайтын боламын. Одан кейін денем аяғы полностью біткен, құлағы ғана қалады екен. Потом тоже бітіреміз. Так, короче. Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to give. Достар, қарасаңыздаршы, мен қандай жұмыс атқардым. Мен подписчиктерімнің осы заданиені танығандарына қуанамын. Тек мына құлағы ғана қалып тұршы. Мынаны мұртын полностью бітірдім. Енді только мына құлақ бана, мен мына шеті ғана қалды. Осы жерін бітіру керек.
қылсам болып тұр. Сосын ана полностью жабыстырып қоймайын деп осы жерге ғана пленканы қырқып жабыстырып қойдым. Енді ары қарай не істейтін, қай кітапты оқимын деп подписчиктерімнен қазір кітап оқу туралы сұраймын. Достар, жаңа мен телеграмма просто кино қараймын, либо кітап оқимын деп сұрап едім. Маған кино қара деді. Из-за этого мен кино қарадым. Қозы көрпеш және Баян сұлу деген киноны. Маған өте қатты ұнады, өте қатты ұнады. Күшті киноны ше. Сендер барлықтарына советую. 6 бөлімнен тұрады, прям 6 бөлімі 6 түрлі интригамен болады. Прям бүйтіп ішіне кіріп кетесің. Анау Баян мен Қозының арасына түсіп жүрген Қодар бар ғой, сол Қодарды ұрып тастаған, өлтіріп тастаған, ана жерге тастаған пышақтарын алып өлтіре салшы, Қозы өлтірші деп. Қозының өлтіретін моменті келді, просто мен қолымды бекерден бекер жазықсыз адамды қанға боямаймын қолымды деді да тастай салады. И оның орнына оны барып біреу өлтірейін деп қалады да. И сондай моменттер көп болады. Өліп қалмаса екен деп отырасың, 6-шы бөлімге дейін өлмейді. Спойлер сендерге, 6-шы бөлімге дейін өлмейді, андай қатты ойбай деп уайымдамай қойыңдар, бірақ ішіне кірсең бәрі уайымдап кетесің. Сонымен соңына ақыры Қодар өзі өлтіріп тынды ғой соны. Өте қатты аянышты болып кетті соңы, потому что Баян мен Қозы қосыла алмады. Мен стрелкам почему-то бірдей болып тұр, я? Вау. Или бірдей емес па? Короче, Баян мен Қозы қосыла алмады. Ну, енді олар баяғыда атастырылып, қосылып қойған ғой, сол кезде қосылған, и қазір бірге тойлар болып жатқан кезде барып өлтіріп кетеді. Тойында олар бірге өмір сүре алмады да, бақытты да Баянды ғұмыр, ол екеуінің арманы сол болған ғой, бірге өмір сүрейік депші. Әттең. Ну, жарайды, сендерге осы киноны советую, көріп алыңдар. Енді келесі мен қандай мороженое жеймін деген вариант бергем, 5 осындай вариант бердім. Соның ішіне смакқа 67 дауыс па болыпты. Қазір мен смак балмұздағын жеймін. Сол, макым деген балмұздақты жейміз. Мен көп нәрсені осылай қолыма шақтап төмен түсіріп істемесем, қолыма ұрады. Қандай әдемі деп, прям. Вау, мына жағын несе қапты. Дәреже қойын енді. Бисмиллахиррахманиррахим. Петушка болған әдемі деді. Пустой ғой. Ой, қазір мен телеграмда ботпен мафия ойнаймын да, мафия ойнап отырып. Осыны жеймін. Так, ой, ребята, всем привет, тағы да. Қазір уже кешкі астың уақыты келді. Вот терезен қарасыңдар болады. Мен просто ана жерде осындай ғана перде, не үшін перде жабылмай тұр деп әңгіме етіп қалмасын. Так, мен жаңа телеграмнан я просто сұрағам, тамақты өзім пісіремін, не болмаса идейлер жасаған тамақты жеймін деп. Өзің пісір, но астын күйдіріп алма деген жауаптар кетті. Из-за этого мен қазір тамақты өзім пісіретін боламын. Жұмыртқа, пататес істеймін. Азанда жедім деген тамақты мен подписчиктерім қаламағандықтан жемеп едім. Қазір енді өзім жасап алатын боламын. Солай, кеттік. Так, достар, сол мен қазір менің тіркеушілерімнің айтқанын орындаймыз, яғни кешкі асқа уже даже түн бір өзім ішетін боламын. Қазір мен прям тамақ істеймін келіп тұрған жоқ. Пісіргім келіп тұр. Қазір көрем, не пісіретінімді ойламаймын. Өзіме ұнайтын ең күшті тағамдардың бірі жасайтын боламын. Ол үшін бізге өте үлкен, немесе майда-майда 3-4 картоп, 3-5 аралығында картоп керек. Және тақтай пышақ. Ой, пышақты негіз көрсетуге болмайды. Из-за этого көрсетпеуге тырысамын. Ең алдымен картошкамыздың сыртын ашып алайық. Қайта керемін. Сіздерге жұмыртқалы пататес деген тағамның рецептін бөлісетін боламын. Так, енді біз картошкамызды жуып тазалап алып, мысалы қандай картошкамызды турай бастаған сәтте уже майымызды қыздырып қоямыз, потому что май ұзақ қызатын сковородкада тұр менде қазір. Мен на картонның іші құрттап кеткен ғой. Короче, мынандай қылып турай бересіздер. Бірінші осылай туралайық. Мен помидорымды қалқамас үшін бөліп түсіріп.
Dostlar, so'sni uni qaytadan salomka qilib turib, salomkani osizlar kubik qilib turaysizlar. Yumurtani jarib, vilkaмен aralashtirib ustiga priprava sepib, tuz pripravasini sepib, voy hozir 1 minut. Mana ustiga quyamiz. Bir g'ana yumurta bo'lganini az bo'libdir. Mana nechun satrashni. Men yumurta ko'p yemaganlikdan hozir yumurta menga yetdi. Просто aralarni o'tkazib kerak. Men qo'lma o'ratirga yiqqolmay istayman. Oy, nag'olmay istayman. Чем более Короче, olsa бүкіл жеріне мына жұмыртқаны тигізіп шығамыз да. Былай жабамыз. Міне, достар, қараңыздар қандай вкусный болып піскен. Өте күшті болды. Қазір осы тамақты жеймін. Сол мен видео түсіруде қиын. Күннен өзім пісірдім. Енді қазір отырып осыны жеймін. Келесі апрос мынау тұғын. Айқанаттың планын орында деді барлығы. И соны орнап тастадым. Енді осыны жеймін де ұйықтаймын. Осымен менің видеом аяқталды. Всем пока. Я вас очень сильно люблю.